Сәлем народ, қалайсыздар? Бұл видеода біз сіздерменен логотип жасап үйренеміз. Яғни Каспий магазинда жаңағы бар ғой, сурет тұрады логотип деген. Сол жаққа қойғанға интернет-магазин ашатын болсаңыздар да жаңағы болу керек қой, логотип определенный. Соны жасаймыз и қандай размерде болу керектігін көрсетемін. Мен логотипті жасаймын Canva қосымшасы арқылы. Алдындағыдай айтқандағыдай, бұл қосымша ақылы 3800 теңге бір айға, но сіздер можете подключить жаңағы несін пробный версиясын 14 күнге. Оның жаңағы пробный версияда доступность функции такая же, как и в платной версии. Барлық мүмкіндіктер бар. Вы можете сразу істеп алғанға керек заттарыңызды, логотип, этикетка, там басқа да бірдеңке керек болса, и потом отключить, если не хотите покупать дегенім ғой. Но если купите, то тоже можно солай. Сол, давайте енді мен бастайын. Мына Canva қосымшасына кіреміз. Қазір ашылады. Мына поисқа жазамыз сразу. Логотип деп жазсаңыздар, міне шығады. Можете мені көрсеңіздер, здесь выбор обширный. Давайте такой выберем, стандартный, да, какой-нибудь бір түрін. И оттуда дальше кетеміз деп деген ой. Қандай таңдасақ болады? Көрдіңдер, даже көз тоймайды, выбор көп. Давайте таңдай салайық, да, магазин сияқты болып тұрған какой-то. Айтайын деген, мында вы можете мені қараңыздар. Бекер хаус деген орнына жазамыз мысалға аспанды, үлкен әріппен жазайық барлығын. Аспан. Алдыңғы сөзді өшірейік бірінші. Аспан. Мынау год қой, қай жылы шыққаны. Біз бұл жаққа жазамыз 2022. Дата открытия ғой, бұлай қарағандаршы. Мына жаққа жаза салсақ болады, мінекей интернет-магазин деп. Все, жаздық қой, да. И сіздер мұнда қараңыздар. Шрифт у нас маленький. Давайте вначале сделаем размер. Мы сейчас сделаем размер. На размер можете даже сразу сохранить. Давайте фон мы можем выбрать здесь. Көрдіңіздер, кез келген түсті насаңыздар болады. Тік-тік-тік мынақтан келтіресіздер, на какой цвет нужен. Мынандай әдемі цвет қараңыздар. Исламский, да, вот такой цвет. Осындай давайте оставим, да. Кетті. И давайте мыналардың бәрін үлкейтейік, потому что это слишком маленький. Размер шрифта деген. Мен телефонмен көрсетіп жатырмын, потому что телефонмен істеген ыңғайлы болып жатыр көпшілігіңізге. Из-за этого я и телефоном делаю. Телефонмен істеп жатыр ыңғайсыз деп ойламаңыздар. Мынаның бәрін можно двигать міне былай. Тұрған стрелка соны ары бері направо налево дегендей. Мына бүйтіп ортасынан қою үшін ортаға келді. Қақ ортасында тұрған ненің. Аспан так оставляем. Мынаны тоже можно немножко увеличить. Размер шрифта деген жерде. Можно поставить 13. И мынаған тоже қоюға 13. Все. И мынаны бүйтесіздер, чтобы текст орнына келу үшін. Все, мынаны тоже бүйтіп ашасыздар. Түсті. В принципе, все там осталось, особо ештеңе ауысқан жоқ. Вы можете интернет-магазинді мына былай не қылуға и прям бүйтіп жазғанға мына. Все, қалды. Давайте мына размер, мына өздеріңіз көріп тұрғандағыдай. Мына бассаңыздар, мына нені изменить размер деген тұр. И можете посмотреть, басып, қандай размер. Қазір 500-500 тұр. Бізге керек бұл емес, бізге керек намын. Бірде-бір керек. Мына можете сразу изменить этот размер, либо копировать, изменить другой шығара салынға. Но мы сразу изменим размер. Мінекей ауыстырамыз. Қазір ауысады бірде-бір болып. Бірде-бір болып ауысты. Бірде-бір бізге не керек? Ол Instagram ашатын болсаңыздар, Instagramдағы логотип қойғанға, WhatsAppта, Telegramда ашуға болады деп алдын айтқан болатынмын. Сонда сіздер можете сол размер жасап алып, жаңағы аватаркасына қойып қойғанға. Сохранить деген батырманы басасыздар. Изображение сохранится, и он сіздер тұрады, шығады неден. Галереядан. Бұл бірінші размер. Енді бізге логотип керек жаңағы неге? Каспий магазинге. Ол үшін даже звездочканы коронаны басамыз, изменить размер жасамыз да, мына жаққа қолмен жазамыз мына. Мынаны таңдайсыздар и сюда вводим. Мына қараңыздар 1280. Көрдіңіздер ғой? Мына жаққа 800. Пиксель деп тұр мына. Пиксель. Если составить сантиметр, то здесь будут уже другие цифры. 12,8 деген сияқты болды мына жерде мына. 12,8 сантиметр, мына жер 8 сантиметр болады.
получается астыңғы жағынан ұзындығы 12,8, биіктігі былай 8 сантиметр. Осылай сантиметр. Ну, как кому удобно, я тебе просто принцип көрсетіп жатқаным ғой. Қалды. Изменить размер батырмасын басамыз. И вот ауысты көрдіңіздер ғой, да? И здесь осындай кезде вы можете тағы да үлкейтуге, потому что на размерді, мынандай размермен жазу көрінбей қалады. Можете үлкейтуге. Давайте вот это поставим на 16, давайте поставим 18, и мынаны расширим вот так. И мынаны жаққа тартамыз. Тық қойылды. И потом мына қақ ортасынан қойдық. Аспан тоже үлкейтеміз. Можно даже еще үлкейтуге 50. Нормально. Былай қойып тұрайық. Давайте вот это все подвинем наверх. Нам тоже подвинем наверх. Наверх. И мына аспанды қайта мына жаққа қоямыз. Керек размермен. Все. Мына алыстап кетті, да? Осылай. Тік, тік. Мына размерін ауыстырайық. Давайте бұның размерін қоямыз 14. Нормально сияқты. Я 14 нормально. И мынаны тоже 14. Аштық. Екеуін бір орында тұр. Мынаны тоже можете үлкейтуге немножко. И ортасына қоюға. Все, осы размермен 12,8 берем, сохраняем.